Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін бір өте қызық тақырыпты біз өздеріңізбен бірге өтейік деп отырмыз. Ол 19 ғасыр әдебиетіндегі ең бір көрнекті тұлға Дулатқа арналады. Бірақ біз биыл мынау жылымыз Абайдың 175 жылдығы болғандықтан және Дулат пен Абайдың арасында ерекше бір байланыс болғандықтан тақырыбымызды Дулат пен Абай деген тақырыпта алып отырмыз. Сондықтан өздеріңізге алдын ала тапсырмалар берілді. Біз бүгін сол Дулаттың 19 ғасырдағы мынау зар заман ақынының ірі өкілі ретінде оның шығармашылығын талдасақ, дәлелдесек, өлеңдерінің барлығының қандай сол заманның күйін, сырын, заманның тынысын қалай жеткізетін. Ал енді Дулат пен Абайдың арасындағы керемет байланысы бар екендігін, Абайдың Абай болып қалыптасуына міне осындай қазақтан шыққан керемет ақын, жыршы, жыраулардың үлкен септігін тигізгеніне біз қазір қол жеткізе аламыз. Бірге талдайтын боламыз. Онда біз алдымен демонстрациялық материалдарымызды қосайық. Рұқсат етсеңіздер. Қазір қосылып жатыр. Міне, бүгін біз Дулат пен Абай деп отырмыз. Бұл тақырыпты ұсынған өздеріңіздің араларыңызда міне студентіміз. Бұның өзі осы Дулат пен Абай туралы ары қарай өзінің зерттеу жұмысын жалғастырып отырып жүрген студентіміз. Міне біз осы студенттің зерттеп жүрген ғылыми жұмысы негізінде ары қарай біз қазір сабағымызға пайдаланып отырмыз. Қараңыздар, енді жоспарымызды көрсетейік. Дулат зар заман ақындар ағымының ірі өкілі деді. Дулат Абайдың реалистік поэзиясына жол ашушы тұлға. Ал Абай мен Дулат поэзиясы арасындағы сөз бәсекелестігі және ой жарыстығына тоқталамыз. Енді қарай біргелікте Дулат туралы есімізге түсіріп кетейік. Демек, Дулатымыз кім екен? Кәне, Дулат туралы еске түсіріп кетейік. Пікірлеріңді білдіріңіздер. Қосыламыз, себебі бұл практикалық сабақ. 1802 жылы Семей облысы Аягөз ауданында дүниеге келген. Жалпы негізі шыққан ортасы кедей отбасынан болғандықтан тек қана ауыл молдасынан сауат ашыпты дегенмен де өзінің туған жері нағыз ақындық дәстүрді дәріптеген ел болғандықтан Дулат тек қана ауыл молдасынан ғана емес, сонымен қатар өзінің алдына Бұхар мен Ақтөбе сияқты жырауларды үлгі тұтып, солардың еңбектерін оқып және де алға қарай ұмтылады. Және осы ұмтылысының еңбегінің нәтижесінде Дулат 19 ғасырдағы сарыханның ең беделді ақындарының қатарына кіреді. Міне осындай еңбек қорының арқасында біз Дулатты тек қана ақын ғана емес, сонымен қатар ізденуші, нағыз жырау деп айтуымызға болады. Сонымен қатар зар заман ақындарының ең беделдісі деп айтуымызға болады. Өйткені оның арна өлеңдері Сүлейменге, о барақ жас, о ақтандас атты өлеңдері осы сол замандағы, бұл жерде ақтанның өміріне емес, сол замандағы ашаршылық, кедейліктің жыршысы бола білді. Сондықтан да оны зар заман ақындарына қосамыз. Дулат 1871 жылы өзінің туған жері Аягөзде дүние салады. Және де осы Дулатты біз қазақ әдебиетіне қосқан түрлі түсті өнердің ерекше үлгісін қалдырды деп айтуымызға әбден болады. Ал Дулат пен Абайды не байланыстырады деп айтатын болсақ, естеріңізде болса, Абай жолы романында Абай өз еліне келгенде Қодар мен Қамқаның оқиғасына тап болған еді. Дәл сол Қодар мен Қамқаның өлген көрген Абай, қалай жазылғанын көрген Абай біраз шошып қалады, шошып ауыр жатып қалады. Сол кезде Абайдың үйіне Барлас пен Байгөкше деген ер кісілер келеді. Мен сол жердегі Аяжан, біз ары қарай ол Абай жолы эпопеясы бойынша тағы да талдаймыз. Кішкене асығыс жасамайық. Сіз қазір бәрін айтып қойсаңыз, басқа студенттеріміз таба алмай қалуы мүмкін. Мен сіздің өте жақсы Абай жолы эпопеясын талдап, оқып, сюжеттік талдау жасап жүргеніңізді өте жақсы білемін. Демек, Дулат Бабатайұлы осы өткен 19 ғасырмен түйдей құрдас, үлкен ақын, жыршылықтан жоғары көтерілген. Жыршы деп біз мысалы үшін
үнемі толғау жанрында, арнау, немесе өзінің жырларын, олар жаңағы бір тақырыптас, бір мазмұндас болып, сол өздері орындап, өздері сол шаршы топта ары қарай міне тарқатып жүрсе, Дулат жыршылықтан жоғары ақындыққа аяқ басқан, яғни өзінің көңіл күйін, өзінің заманның байқаған дүниелерін ары қарай жеткізе білген ақын. Сондықтан Дулат осы мынау жыраулық поэзиямен 19 ғасырдағы мынау поэзиямыз ақын мен жыршыны ары қарай байланыстырып тұрған үлкен тұлға, дәнекер көпір деуімізге болады екен. Жақсы, енді ары қарай қараңыздар, жалғастырайық. Өте рахмет, Аяжан, жақсы пікір айттыңыз. Міне Дулаттың тағы бір ерекшелігі, Дулаттың өзі қарап отырсыздар, міне оның шығармасының жеке кітап болып басылып шығу. Міне көрдіңіздер ме? Демек, Дулат елге танымал, жақсы тараған шығармалары, және бүкіл сол кезеңде қазақ халқының басқа да ру тайпалары, басқа да оқырмандар, көзі ашық, сауатты жандар міне Дулаттың 1880 жылы «Өсиетнама» деген алғашқы рет жеке жинағы жарық көрген екен. Ары қарай жалғастырайық. Мен сөйлемеуім керек, қыздар, жалғастырамыз. Ұлдана, Бибігүл, кәне Дулат туралы пікірімізді білдіреміз. Мен айтсам бола ма? Болады. Дулат ақын ол орта жүз құрамдағы Найман тайпасының Қаракерей Сыбан руынан шыққан болатын. Өмірі туралы деректер толық зерттелінбеген. Өлеңдері ел ішінде ауызша және жазбаша көптеп тараған. Және оның кейбір өлеңдері 1880 жылы «Өсиетнама» деген атпен жеке кітап болып жарық көреді. Және жинаққа ақынның сол кездегі қазақ елінің саяси әлеуметтік өмірін шыншылдықпен жырлаған ой толғаныстары енген болатын. Ақынның кейбір өлеңдері кеңес дәуірінде әртүрлі хрестоматияларда 18 және 19 ғасырлардағы қазақ ақындарының шығармалары академиялық баспасы деген жинаққа кейіннен 3 ғасыр жырлайды жинағында да басылып шыққан болатын. Ал Еспенбет поэмасы алғаш рет 1957 жылы Жұлдыз журналының 5-ші номерінде жарияланған болатын. Және осы Дулат ақынның шығармаларын ең көп зерттеген және зерттей отырып, жинақтарға басып шығаруға өзінің көп ықпалын тигізген бұл Өмірәлиев болатын. Ол ақынның жеке жыр жинағы «Замана сазы» деген атпен 1991 жылы жарық көрді. Осы ғалымның арқасында. Дулаттың өлең жырларының басты сарыны ол 19 ғасырдағы сол жылдардағы отаршылдық әрекеттерге рухани қарсылық көрсету болатын. Рахмет, Ұлдана, өте жақсы мәліметтер бердіңіз. Енді қараңыздар, жаңа біз Аяжан Дулатты жаңа жырау деп жатты. Мен сондықтан міне қараңыздар, Дулатты біз ол жыраулық мектептен шығып, ақындық мектепті күшейткен суреткер ретінде таниды екенбіз. Қыздар, қосыламыз. Ағмаржан, Бибігүл. Мен өз ойымды айта кетсем, Дулат Бабатайұлының шығармаларының басты ерекшелігі ол дидактикалық сарында жазылғандығы болып табылады. Дулат өлеңдерін жазып алғандардың бір қатарына Қаббас Байділләұлы және де Шәкір Әбенұлы жатады. Осы мен Дулат Бабатайұлының шығармаларына мониторинг жасап көрдім. Дулат Бабатайұлының жалпы 28 өлеңі бар екен, жол саны 2197-ні құрайды. Және мен бұл өлеңдерін 1968 жылы шыққан 5 ғасыр жырлайды, 59 жылы шыққан Айзаман-ай, Өсиетнама 80 жылы шыққан, 96 жылы жарыққа шыққан Шайыр деген осындай шығармалар жинағынан қарап, жол санын есептеп жазып шыққан болатынмын.
Және осы Дулат Бабатайұлының Ақмаржан өте тамаша. Қыздар, егер сіздер мониторинг жасамасаңыздар, Ақмаржанның айтып отырған дүниесін ары қарай түртіп жазып отырыңыздар. Дулаттан бізге қанша жыр жолдары жетті. Ақмаржан бізге толығымен мониторинг жасап ары қарай есептеп шыққан. Ол не үшін? Ол біз кейбір жинақтарда еңбек алады, ал кейбір зерттеушілеріміз тағы да қосып жатады тапқан дүниелерін. Сондықтан біз үнемі мониторинг жасап ары қарай, сонда біз тақырыпқа да жанрын анықтауға да зерттеуге де анағұрлым бізге ыңғайлы және көп септігін тигізеді. Жақсы, Маржан, жалғастыра. Және осы Дулат Бабатайұлының шығармаларының ерекшелігі дастандар мен мысал өлеңдердің пайда болуы деп атар едім. Мәселен, Еспенбет дастаны, Шаштараз дастаны, ал мысал өлеңдерге келетін болсақ, адамның жүрек сенімі деген бар, Сары шымшық, Қара қарға, Бір патша, Тымсал өлең дегені бар. Және осы Еспенбет дастаны өте кең көлемді, ол өз елінен жырақта нағашы жұрты Қарасайдың қолында жылқы бағып жүрген Еспенбеттің жалпы өмірі жайлы баяндалады. Біз енді көріп отырсыздар ма? Демек, осы жоғарыда Аяжанның, Ұлдананың, Ақмаржанның, сіздердің айтқан пікірлеріңізден біз ары қарай не қорытынды жасай аламыз? Демек, Дулатты жыраулық мектептен шығып, ақындық мектепті күшейткен суреткер дей алады екенбіз. Сосын, сіздер бұл жерде бір жаңсақ түсінік болмау керек. Жыраулықтың төмендігінен, ол әлсіздігінен, ол ондай бетбұрыс жасады деп. Олай емес. Енді 19 ғасырда қазақ поэзиясы үшін тек қана жай ақыл, насихат, дидактикалық сарында, сипатта айту аздық етті. Заман, қоғам, адам туралы толғаныстар аздық етті. Ендігі жерде ол сол поэзиядан енді неге көшу керек болды? Нақтылыққа, заманға ілесіп отыру, сол заманда болып жатқан нәрсеге өзінің пікірін айту, насихаттан гөрі сынау, күйіну, сүйіну, өзіндік нақты суреткер ретінде өзіндік көзқарасын, дүние танымын таныту. Міне сондықтан Дулатты біз кейде тіпті жырау деп атағанымен, сырт қарағанда өлең жырлары 7-8 буынды болып келгенмен, ол өлшемнен келгенмен, ол жырау емес, оны кім дейді екенбіз? Ақын дей алады екенбіз. Ұлдананы қосып алайық, себебі Ұлдана шығып қалды. Міне көрдіңіздер ма, Дулат туралы біз пікірімізді жинақтап жатырмыз. Ал енді жаңа Ақмаржан жақсы айтып кеттіңіз. Оны біз дәлелдей аламыз. Бұхардың, басқа да жыраулардың шығармаларынан, толғауларынан гөрі Дулаттың өлеңдері, ол тіпті сол жазба поэзияның өзінің әдісін. Жаңа көріп отырсыздар ма? Әдебиетімізге жаңадан тағы да жанрлар енгіз. Мысалы, өзінің дастандарын ол мысал жанрында алуы, тікелей талдау, сынау болып жатқан. Бір Шаштаразының өзінде ол адамның әлгі естіген нәрсесін айтпаса тұра алмайтын, бір көше кезіп, ары қарай әңгіме жинақтап түрлі, міне осындай бір жаман қасиеттен арылу керектің. Ең соңында сол өзінің сырын жасыра алмай айтып қойған нәрсесі өзінің өміріне зиянын тигізіп, өзінің өмірмен қоштасқандығы. Міне осындай мысал жанрын, яғни сол өзінің өлеңдеріндегі бір ғылым тілімен айтқанда үлкен бір жаңағы шоғырға, тирадаға Дулаттың шығармаларын бөлуге болады. Енді Дулаттың өлеңдеріне бір ауық кезек берейік. Біз қазір арасында сәл лирикалық шегініс жасап, Дулаттың өлеңдері туралы бейне баянға тоқталайық. Парақор болған төрелер қуаңнан шыққан өртпен тең. Жетесі жаман бозбала 90-дағы шалмен тең. Қайбір жақсы қош болса, хақтың сөзін бұзбайды.
оның өзі жігіттер, қара басы ханмен тең. Білген кісі азар ма, тәубесінен жазар ма? Білгенін түзеу кім етсе, қара басы бимен тең. Атанасы бар болса, ағайыны көп болса, бәрі тату болғанда, қорғаны бар үймен тең. Жаман қатын алсаңыз, жамандығын білдіріп, ерінің қуатын өлтіріп, маңдайға біткен сормен тең. Бірлігі бар адамдар айтқан сөзге көнеді, сабырменен жүреді, оның өзі нармен тең. Молдадан сабақ алыңыз, иманды жақсы біліңіз. Мен есіттім кітаптан, ғақыл иман нұрмен тең. Өсиетім байларға, көп қуанба малдарға, кетеріне келгенде, киімге жұққан кірмен тең. Дулат Бабатайұлы. Міне көрдіңіздер ма, құрметті студенттер, Дулаттың шығармаларының қандай керемет екендігін. Енді біз ары қарай өзіміздің презентациямызды қосайық. Біз жаңа видеоға кезек бердік. Ұнады ғой Дулаттың міне өлеңдері, өмірдегі болып жатқан дүниелердің барлығын кәдімгі сыншыл реализм, реалистік тұрғыда қалай жеткізіп отыр. Енді қараңыздар, біз жаңа айтып кеттік, Дулатты зар заман өкілдері дедік. Сосын Аяжан өзі мынау Дулат туралы Абай жолы эпопеясына Дулаттың бейнесі енгізілгенін айтып қалды. Сондықтан қараңыздар, мынау слайдқа көңіл бөліңіздер. Міне мына жерде Мұхтар Әуезов өзінің естелігінде, міне біз содан енгізіп отырмыз. Дулат образының Абай жолы романынан алғашқыда толығымен Дулаттың өзінің атымен еніп, одан кейін қалай алып тастаған туралы айтады. Оқимыз, Әуезовке кезек берейік. Қыздар, қосыламыз. Қыздар, қосыламыз. Ағмаржан, Аяжан, Бибігүл. Қыздар. Әуезов айтады, менің қателерім деген мақаласында, мен қазір екі түрлі орынды себеп дейді. Мен Дулатты Абай жолы эпопеясынан алып тастаған дейді. Оның Дулатты жаңағы мүлде өшіре алмадым дейді, өшіремін дейді. Оның орнына жаннан шығарылған жиынтық бейне ретінде Барлас деген ақын атын қолданамын. Бұның бірінші себебі 51 жылы қазақ тарихы мен қазақ әдебиет тарихын зерттеудегі жіберілген идеялық, саясаттық өрескел қателіктер. Партиялық әділ-сын қаулы қарарлар осы туды дейді. Соған байланысты менен де қателіктер кетіп, осы Дулат, Шортанбай сияқты феодалдық, хандық, салт сананың жоқшыларын зиянды түрде дәріптей зерттеу болатын деп жазады. Мұхтар Әуезовтың міне осылай өзінің менің қателерім деп амалдың жоқтығынан мойындауына тура келеді. Көрдіңіздер ме? Біраз уақытқа шейін біз Дулатты, Шортанбайдың, Дулаттың шығармаларын қоса алмай жүрдік. Олар кәдімгі феодалдық, хандық, патриархалдық сол деңгейден көтерілмеген, олар сол бұрынғы кезеңді аңсаған ақындар деп келді. Ал енді ол қазір біз оны айтқызырған әрине сол кезеңде кеңестік қоғамдағы тоталитарлық жүйе еді. Ары қарай жалғастырайық. Қыздар, сіздердің дауыстарыңызды мен естпей отырмын. Қосыламыз. Әлде байланыс болмай жатыр? Осы тұста менің айта кететін бір мәліметім бар. Жаңа де жоғарыда айтылып кетті, Абай жолы романындағы Дулат Бабатайұлының образы деп. Бұл шығармада қайтқанда тарауында Дулатқа мынадай мінездеме береді. Шоқшалау ғана ақсақалы бар, келбетті келген, зор дауысты ақсары. Іле кете сөйлеп кететін жарқылдақ, ашық. Дулаттың руы Сыбан екендігі, оның шәкірті Байкөкше екендігі айтылады. Бұл шығармада Дулат Бабатайұлы қонақтардың алдында Қобыланды батыр жырын жырлайды екен. Тамаша беріп отырған өте жақсы, бізге үлкен дәлелді пікір енгізіп отырсыз. Енді қараңыздар, сол кезеңдегі, міне біз мынау суреттің өзінен
қараңыздар, Мұхтар Әуезовтің өзі менің қателерімді өзін мойындауға мәжбүр болады. Учителем и вдохновителем Абая выводится реакционный поэт Дулат, которого, как известно, осуждал сам Абай. В замаскированной форме автор пытался изобразить в качестве положительных героев, якобы оказавших влияние на Абая, презренных предателей казахского народа, впоследствии ставшими матерыми и буржуазными националистами деген сын авторға осылай тағылады. Сосын амал жоқ, Мұхтар Әуезов жаңа қателерін мойындауға мәжбүр болады. Ал енді ол кезде еске түсірейік, міне көрдіңіздер ме? Жазықсыз алаш қайраткерлерінің атылған, мынау Бегмахановтың 25 жылға сотталған, мынау аға буын Есмағамбет Смайылов, Қажым Жұмалиев бастаған аға буын ғалымдардың қудалауға түскен кезі болатын. Әуезовтің басына да қара бұлт үйіріле бастаған кез. Сондықтан сол кезеңде Дулат, Шортанбайлардың есімін айтудың өзіне де үлкен жаңағы тоқтау салып тастаған кезең. Сол себепті кейбір ұрдажық сыншыларымыздың немесе тоталитарлық жүйе әдебиет, партиялық әдебиет болу деген амалдың жоқтығынан Дулаттың есімін алып, оны жиынтық бейне Барласпен көрсетуіне Мұхтар Әуезов мәжбүр болады. Міне жаңа сіз келтірген мысалды біз келтіріп отырмыз. Міне қандай Дулатқа қалай сипаттама береді. Өзіңіз айтып кеттіңіз жаңа Ақмаржан. Барлас іле сөйлеп кететін жарқылдақ, ашық, осы үйде талай күннен жатып жүрген ауыл адамы сияқты дейді. Енді қараңыздар, бұл осы жаңа біз кім? Аяжан қайда? Аяжан, сіз бастап қалып едіңіз, есіңізде ме? Біз Дулаттың бейнесін жаңа Абай жолы эпопеясынан кездестіреміз деп. Аяжан, қосыламыз. Апай, айта беріңіз. Енді ары қарай, міне сол мен сізді тоқтатып қойғанмын, біз кезек келеді деп, енді сіз сол айтайын деген дүниеңізді міне осы жерде қосуыңызға болады. Сөз тізгіні өзіңізде. Абай жолы эпопеясында міне қайтарауда қалай енетінін. Жалпы бізде Қодар мен Қамқан оқиғасынан кейін Абай қатты шошынып, ауырып қалады, жатып қалады, тіпті ештеңеге тәбеті болмай, әжесінің де анасының да айтқанына көнбей, кейіннен дәл осы жағдайды естіген ол жерде салып құру көп болған ғой. Сол кезде Барлас пен Байкөкше деген екі жігіт, ұстазы мен шәкірті Абайдың үйіне келеді. Дәл сол кезде Абайдың жағдайын көрген Барлас домбырасын қолына алып, Абайға неше түрлі әндер үйретіп, сонымен қатар өзінің әдемі әндерінде Абайға арнап айтып береді. Дәл осыдан кейін Абай біртіндеп жазыла бастайды. Кейіннен Барластың әңгімелері қызық болғаннан кейін тек қана ол ән қоя қоймай, Абайға неше түрлі аңыз әңгімелер айтып береді. Сол әңгімелер қызық болғаннан кейін Барласқа көңілі ауып, Абай қайдан өзінің қалпына келе бастайды. Кейінен Абайдың үйінде біршама уақыт жүріп, Абайдың қайтып өз қалпына келгенін сезген Барлас қайтуға жөн санайды. Сол кезде Ұлжан өзінің баласының жазылғанын көріп, Барлас пен Байкөкшеге рахмет ретінде оларға тай сыйлап, алтын сыйлап, оларды жолға шығарып салады. Яғни біз Дулат пен Абайдың бір-біріне осылай жақын екенін білеміз. Осылай Әуезов осылай сипаттап берген еді. Дулат пен Абайдың не байланыстыратын жайлы. Рахмет, Аяжан, өте тамаша. Романды оқып, ары қарай талдағаныңыз көрініп тұр. Міне бұл Дулат пен Абайдың арасындағы ең алғашқы таныстық осылай басталды екен дейміз. Ары қарай енді сол Дулатты көріп, Дулаттың Абайдың жаңағындай бір күйзелісті жағдайынан шығып кетуіне өзінің септігін тигізген. Неге? Себебі Абайдың өзі кішкентайынан осы жырға, әңгімеге, ертегіге, аналарын, әжесін қайта-қайта мазалап, түрлі дүниелерді сұрап жүргенде, міне Ұлжан қуанады, міне нағыз кеніші қазына, әңгіменің, жырдың қазынасы кеніші келді деп. Абай ары қарай солардың күні-түні жырларын тыңдап, өзі сол бойындағы көрген қорқынышынан, күйзелісінен ары қарай арылған екен. Өте жақсы есімізге салдыңыз. Енді ары қарай қараңыздар.
Міне мынау слайдта Дулаттың өлеңдерінен біз үзінді келтіріп отырмыз. Оқып жіберейік, қыздар. Міне бұл жерде көріп отырсыздар ма? Мына сурет тура Дулаттың өзінің өлеңін ары қарай сипаттай алады. Қыздар, қосыламыз. Старшын дейтін әкім бар, пайдасын көрер жақындар. Қалың елі тек жемі, боранды күні тиіскен аш қасқырдай тақымдар. Бұл жерде жалпы өз ойымды айта кетсем, сол кездегі, сол 19 ғасырдағы адамдардың оймен, қара халықтың оймен санаспауы, ел басшыларының тек өз қамын ойлауының арқасында халықтың жағдайының нашарлауы көрініс тапқан. Рахмет, жақсы, Маржан, өте жақсы байқадыңыз. Міне жерде енді қараңыздар, жаңа біздің жоғарыда кімнің Аяжанның айтып кеткен дүниесін ары қарай біз мынау слайд жалғастырады. Олар кетіп бара жатқанда міне Дулат Абайға қандай бата береді? Жылдамдатамыз, біздің уақытымыз аз қалды. Ер сірада нетерсің, алысқа шырқап кетерсің, шындасаң шыңға жетерсің деп, Абайға домбыраны ұсынып, міне балам, осы менің батам болсын, тіпті шынымен мейірім түсіп айтқызып отыр деді. Абай ыңғайсызданып қысылды да үндемеді. Бұл барластар ертең жүреді деген түнде ас алдында болған сөз еді. Көрдіңіздер ма? Демек, Дулат пен Абайдың арасындағы, айтыңыз, айта беріңіз. Жылдамдатайық. Ертең ақындар аттарын ертеп жүрерге тақағанда, Абай шешесінен тысқа шығарып алып, апа, екеуін де жақсы қып тұрып сый беріп, аттандырыңыздаршы деп, өзінің өтінішін анасына жеткізеді. Жақсы, рахмет. Міне бұл Дулат пен Абайдың арасындағы байланыстың бір. Енді жаңа біз қара өздеріңіз айтып та кеттіңіздер. Енді соны бір кішкене мына жерде өздеріңізге міне концептуалды кесте ұсынылып отыр. Сіздер осы кестені түсіріп аламыз да, осы кестені қазір ауызша тез орындап жіберейік. Қараңыздар, кейіпкерлердің сөзі. Бұлдыр-бұлдыр күн өткен. Бұл қай кейіпкердің сөзі еді романда? Қыздар, қосыламыз. Осылай Абайға кім ары қарай ертегі аңызының жырын айтатын еді? Зеренің сөзі ғой. Әжесі Зеренің сөзі емес. Зере әжесінің сөзі. Бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұл заманда күн өткен деп ары қарай алып кететін. Ал мынау, біз бағана жоғарыда айтып та кеттік, ал балам әңгіме жырдың дүкені келді дейді. Ол жанның айтқан сөз емес пе? Шешенің судай төгілген, тыңдаушың бордай егілген. Бұл қай ақынның сөзі? Ары қарай Байкөкше, жақсылап тұрып сый беріп аттандыршы дегеніміз кім? Абайдың сөзі. Абай. Шырағым ел жетерсің. Бұл Барластың сөзі. Келген сапарларыңа азырақ ырым байлаттым деген сөзі ғой, жаңа сый берген сөзі. Бұл қай ананың сөзі? Ұлжан ананың сөзі. Ары қарай соларды жақсылап шығарып салғысы келеді. Көрдіңіздер ма? Осылай өздеріңізде ары қарай романнан кейіпкерлерді біз сөйлете отырып, олардың қайсысына жататынын тағы да жалғастыруымыз керек. Енді Дулат пен Абай екеуі үндес идеялас болды. Екеуі де ақындыққа қатаң талап қойды. Көрдіңіздер ме? Дулат пен Абайдың арасындағы. Дулат айтады, міне, жыршының аты жыршы ма, әркімнен өлең жаттаса, сөз жібек жіп жыр кесте, айшық айқын көрінбес, өрнексіз қылып баттаса дейді. Ал Абай не дейді? Қандай ақындарға талап қояды? Өлең Сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Осы тұста менің де бір салыстырған өлең жолдарым бар еді. Дулат пен Абай сабақтастығы. Абайда қалың елім қазағым қайран жұрттым деген өлеңі. Қалың елім қазағым қайран жұрттым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, енді екі ұрттың деген өлеңі болса. Ал Дулат Бабатайұлында Ақмаржан, қосыламыз. Ақмаржан үзіліп кетті, қыздар.
Дулат Бабатайұлында жасымен қосылдым апай. Аха, жақсы. Әуелгі қазақ деген қалың жұрт деген өлеңім. Әуелгі қазақ деген қалың жұрт, миығыңды көрсетпей, ұстарасыз өскен мұрт, ұйқы басып сезбедік, шырмағына жаудың сырт, емін еркін ен жайлап өсіп едің бұқарда, елің сонда жүргенде қызық дәурен сүргенде, бәйшешек шығып бүргенге деген өлеңім. Бұл да және де жоғарыда айтылған 19 ғасырдағы қазақтың жай күйі, мүшкіл халі көрініс тапқан. Өте тамаша, Рысжан, өте жақсы байқағансыз. Міне көрдіңіздер ме? Біз бұл 19 ғасыр әдебиетінде Дулатты жай ғана алып отырған жоқпыз. Дулат пен Абайдың екеуінің арасында. Демек, Абайдың Абай болып қалыптасуына жоғарыда айтқандай, өзімен үзеңгілес, замандас. Және бұл Дулат пен Абайдың арасында ерекше тағы да байланыс болуы, мынау үлкен лингвист ғалымымыз Рәбиға Сыздық айтады. Екеуі территориялық жағынан бір өңірде болуы дейді. Оның өзі де ерекше әсер етті. Сондықтан сіздерде жаман пікір болмау керек. Абай Дулатты, Бұхарды, Шортанбайды сынаған деп. Ал Абай ол сол жыршылық, сол кезеңдегі ұзақ өсиет айту, насихат айтулық деңгейден ары қарай көтерілу керек деген үлкен алдына мақсат қоя. Бұл кісілердің шығармаларын жақсы сіңіріп, оқып, талдай отырып, ары қарай өзі алға ұмтылады. Сөйтіп поэзиясында Абай үлкен жаңалықтар енгізген, ол бөлек әңгіме. Сол себептен біздің уақытымыз жақындап келе жатыр, қыздар. Енді ары қарай өздеріңіз осы бағытта Дулат пен Абайдың шығармаларын салыстыра отырып талдауымыз керек. Жаңадай концептуалды тесттер жасауымыз керек. Мен енді өзім өз тарапымнан сіздерге қазір мені сұраймын деген нәрселерді біраз сұрадық, бірге талдадық. Ары қарай өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса қосыңыздар. Бізде бір минуттан аз уақыт қалды. Кезек өздеріңізде. Қыздар, пікірлеріңіз бар ма? Бүгінгі сабақ төңірегінде, Дулат пен Абай төңірегінде. Қыздар, кері байланысқа шығамыз. Жалпы мен өзімнің ойымды айта кетсем, Дулат бұл 19 ғасырдың орта шенінде Сарыарқадағы ең атақты ақындардың санатына қосылды деп есептеймін. Өйткені Дулаттың қазақ поэзиясын мазмұн тақырып жағынан